Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Анаргүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбеден жасалатын өте дәмді, оңай печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір таза ыдысымызға сүзбемізді саламыз, яғни творогымызды саламыз. Оның үстінен бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды саламыз, яғни жұмсақ сары май болуы керек. Және де қантымызды салып, осы үшеуін жақсылап шанышқының көмегімен езіп дайындап аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң әрі қарата 2 ас қасық қаймағымызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң міндетті түрде үнілеуіштен өткен ұнымызды қосып, алдымен шанышқымен араластырып, содан соң қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде ұнның мөлшері 350 грамм, сол 350 граммнан артық ұн қоспауға тырысыңыздар. Бізде жұмсақ, өте керемет қамыр шығуы тиіс. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа, яғни холодильникке сала тұрамыз. Арадан 30 минут уақыт өткеннен соң қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жұқалап жаямыз. Барынша жұқалап жаюға тырысыңыздар. Шамамен 2-3 мм болатындай қамырды жұп-жұқа етіп жайыңыздар. Сол кезде печеньенің арасы толықтай пісетін болады. Қамырды жұқалап жайып алғаннан соң алдымен шетін тегістеп төртбұрыш етіп кесіп аламыз да, содан соң оны ұзынша етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Қарай қамырды дәл ортасынан 2-ге бөлдім. Негізі печеньеларым үлкенде болып кетті, сондықтан сіздерге 3-ке бөлуге кеңес беремін. Вареный сгущенка саламыз. Вареный сгущенканың деп немесе Рогачев фирмаларын алғандарыңыз дұрыс. Менікі басқа фирманікі болып, арасы сұйықтау болып, кішкене печеньенің арасынан ақты. Сондықтан да сгущенканың сапалы түрін алыңыздар. Ары қарай қамырымызды рулет тәрізді етіп, бірден формаға орналастыра береміз. Печеньелерімізді алдына қызып тұрған 180 градус пеште қызартып пісіріп аламыз. Бетіне қалауыңыз бойынша қант ұнтағын сеуіп әсемдесеңіздер болады. Ас болсын достар, өте дәмді, әсіресе сүзбенің дәмі шығып, ерекше дәмді болады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.